Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерменен зерттеу орталығы және шығармашылық орталықтарында жаңа инновациялық әдістермен қалай балаларға қызықты іс-әрекет көрсетуге болатынын көрсететін боламын. Балаларға қызықты болу үшін осындай ақ тәрелкелерді алып аламыз және бізге маркерлер керек болады түрлі түсті. Және балаларды қызықтыру мақсатында әртүрлі осы тәрелкеге суреттерді салатын боламыз. Суреттер өте түрлі түсті болу керек және әртүрлі пішіндерді өздеріне ұнатқан қандай суреттерді салғысы келеді, соларды әртүрлі түстерменен осылай салатын боламыз. Бұл балаларға өте қызықты және ұсақ қол моторикасы дамиды және шығармашылық қабілеттері артады. Бұл дәстүрден тыс әдіс болғандықтан балалардың қызығушылығы тағы да артады. Түрлі тақырыптарды және әртүрлі түстерді қолдана отырып суреттерді салуды балалар қуана қызығып салатын болады. Барлықтарымыздың суретіміз осылай әдемі және түрлі түсті болды. Енді біз оған сиқырлы әдісімізді қолданып, оған қарапайым суды құятын боламыз. Тәрелкемізге суды құйған сәтте осылай біздің салған суреттеріміз судың бетіне қалқып шығатын болады. Бұл балаларға өте қызықты. Бұл жерде ешқандай түрлі түстер бір-біріне бірігіп кетпейді. Тек қана сіздің салынған қандай суретіңіз сол судың бетіне қалқып шығатын болады. Осы әдіспен балаларды қызықтырып сурет салғызсаңыздар болады. Шығармашылық орталығымда өзім үнемі ізденіп балаларға осындай дәстүрден тыс қызықты суреттерді салғызуды жоспарлап жүремін және осылай әріптестеріме бөлісіп жатырмын. Басқа да әріптестеріме осы әдіспен сурет салуды ұсынамын. Ал екінші менің сіздермен бөлісетін екінші тәжірибем ол зерттеу орталығында жүргізілетін зерттеу жұмысы. Ол үшін біздерге осындай түрлі түсті қағаздар және ол қағаздардан біз қазір кемелерді жасайтын боламыз. Міне барлықтарымыздың кемелеріміз дайын болды. Енді міне алдымыздағы ыдыстарға сол кемені біз қазір сиқырлы шардың көмегіменен жүздіретін боламыз. Ол үшін бізде осы шарларымызды үріп дайындап аламыз. Енді біздің шарымыз дайын және біздің кемеміз де дайын тұр. Енді бізге керекті осындай жүн жаға, мамық жаға керек болады. Осылай шарымызды үйкелегенде, осылай біздің тартылыс күштің көмегімен шардың бағытыменен осы кемеміз осылай жүзетін болады. Қараңыздар, балаларға бұл өте қызықты. Сиқырлы шардың көмегімен осылай кемемізді жүздіреміз. Өте қызықты эксперимент бұл. Әріптестерім де қызықтап осылай кемелерін жүздіріп жатыр. Осы әдісті балаларыңызға осылай жасап көрсеңіздер өте қызықты және сапалы. Әріптес, бүгінгі менің сіздерге өткізген тәжірибем ұнады ма? Иә, ұнады. Иә, әрине ұнады, өте қызықты болды.